Ертеде Айша есімді қыз болыпты. Айша құрбыларымен бірге орманға құлпынай теруге барады. Құлпынай теріп жүріп, Айша құрбыларынан адасып қалады. Айналасына қарап, құрбыларын іздеп таба алмай келе жатып, үлкен тауды көреді. Жақындап келіп қараса, бұл Жанартау екен. Қандай ғажайып! Бұл Жанартау ғой. Ал Жанартаудан от қалай шығады екен? Сәлем, балақай. Жанартаудан оттың қалай пайда болатынын білгің келеді ме? Жердің іші үлкен ыстық қазан деп елестетіңдер. Оның ішінде балқыған тас бар. Ол тас жердің бетіне шығу үшін жол іздейді. Жер қыртысындағы жарылған жерлер немесе Жанартаудың өзегінен жер бетіне шығады. Айша Жанартауға қарап таң қалып тұрған уақытты күн бұлттанып, жаңбыр жауып кетеді. Керемет! Жаңбыр қандай әдемі! Маған жаңбырлы ауа райы ұнайды. Қызық, бірақ жаңбыр қалай пайда болады? Аспаннан қалай жауады? Жаңбырдың қалай пайда болатыны саған қызық па? Аспанда жарқырап тұрған күн жерді қыздырады. Жердегі су жылынып, буға айналады. Ал ол бу жоғары көтеріліп, бұлтқа айналады. Бұлттың ішінде өте кішкентай су тамшылары жиналады. Тамшылар көбейіп, ауыр болған кезде олар жерге жаңбыр болып жауады. Бір уақытта жаңбыр тоқтады. Айша аспанға қарап тұр еді. Аспаннан кемпір қосақтың шыққанын көріп қуанып кетті. Алақай, кемпір қосақ! Кемпір қосақ қандай әдемі! Оның 7 түрлі түсі бар. Кемпір қосақ аспанда қалай пайда болды? Не себепті жаңбыр жауып болғаннан кейін шықты? Кел, мен саған кемпір қосақтың қалай пайда болатынын айтып берейін. Жаңбыр жауып болған соң аспанда күн шығады, ал ауада әлі де ұсақ су тамшылары қалады. Күннің сәулесі сол су тамшыларымен шағылысып, түрлі түстерге бөлінеді. Сол кезде аспанда әдемі кемпір қосақ пайда болады. Кішкене уақыттан кейін аспандағы кемпір қосақ жоқ болып кетіп, жарқырап күн ғана қалады. Айша күнге қарап, сәулесін шашқан күн қандай әдемі! Жоғарыдан жердегінің бәрін анық көреді. Мүмкін маған құрбыларымды табуға көмектесетін шығар. Күн, сен ең жоғарыда тұрасың. Мен орманда құрбыларымнан адасып қалдым. Сен маған құрбыларымды жоғарыдан қарап тауып бере аласың ба? Әрине, мен саған көмектесемін. Міне, сенің құрбыларыңды көріп те тұрмын. Мен қазір сәулемді құрбыларың жүрген жаққа қарай түсіремін. Сен сол бағытта жүрсең, бірден тауып аласың. Солай Айша күн сәулесімен жүріп құрбыларын тауып алады. Өзінің көрген ғажайып сәттерін құрбыларына айтып береді. Барлығы қуанып үйлеріне қарай қайтады.